Ұрпағың білімді болса, болашағың жарқын, ал болашақ бүгінгі жастардың қолында. Бүгінгі жас өрен, ертеңгі елдің тірегі, келешектің келісті келбеті. Білім баға жетпес рухани байлық, ғылымның іргетасы, ел дамуының алтын арқауы. Оқушылар үшін алғашқы ғылыми ізденістерге жол ашатын, ғылымның әртүрлі саласында өз дарындарын айқындауға мүмкіндік беретін ауқымды білім додасына, пәндік олимпиаданың қалалық кезеңіне білім ұйымдарынан 1865 оқушы қатысып, 57 оқушы бірінші орын, 85 оқушы екінші орын, 217 оқушы үшінші орынды иеленді. Облыстық кезеңде бақ сынаған 94 оқушыдан 30 оқушы бірінші орын, 16 оқушы екінші орын, 48 оқушы үшінші орын жеңімпаз атанды. Олимпиаданың республикалық кезеңінде 35 оқушыдан 3 оқушы бірінші орын, 4 оқушы екінші орын, 4 оқушы үшінші орын иеленсе, 5 оқушы алғыс хатпен марапатталды. Сонымен қатар, республикалық деңгейдегі ғылыми жобалар мен түрлі байқауларда 39 оқушы жүлделі орындарды иеленді. Дарын жеке жетілмейді. Дарындар сайыса жүріп, бірін-бірі жетелейді дегендей, халықаралық байқауларда оза шауып, бәйге алған 14 жеңімпаздарымызды мақтанышпен атап өтейік. Түркия елінің Анталия қаласында 11 мемлекеттің арасында өткен робототехникадан Robotex Түркия халықаралық чемпионатында таным жекеменшік мектебінің оқушылары Дәурен қызы Кәусар, Шынжырбек Жанболат, Қаржаубай Нұрсаид, Мәдіхан Айлин бірінші орын. Ерқанатұлы Әли Асқар, Қонақбай Ибрахим, Малдыбай Абдулла екінші орында қанжығаларына байлады. Roboland 2024 халықаралық робототехника, бағдарламалау және инновациялық технологиялар фестивалінде Фариза Оңғарсынова атындағы 29-шы жалпы білім беретін мектептің оқушылары Әбубәкір Әміржан, Сәндібекұлы Бейбарыс екінші орын, Тұтқабай Әшімбаев атындағы 11-ші мектеп лицейінің оқушылары Сағызбай Әлшер, Алтынбек Мерей екінші орын. Өмірбек Жолдасбеков атындағы математика және механика бойынша халықаралық зерттеу жобалары конкурсынан мамандандырылған IT мектеп лицейінің 11-ші сынып оқушылары Мырзабеков Мансур мен Амангереев Әділгерей жүлделі екінші орында. Халықаралық лингвистикалық олимпиадада мамандандырылған IT мектеп лицейінің 9-шы сынып оқушысы Бутантаев Рамазан үшінші орында иеленді. Терең білім жылдар жемісі, оқушы мен мұғалімнің жеңісі демекші. Жеңіс тұғырынан көрінген жеңімпаз өрендеріміз бен білім бәйгесіне қосқан жетекшілерге алғыс білдіреміз. Ғылым мен білімді ең басты қазынам, байлығым деп есептеп, білімнің ең биік шыңдарын бағындыру жолында тек алға ұмтылып, толағай табыстарға жете беріңіздер.